ашығу дене мүшелерімізді тазалаудың тиімді әрі нақты ғылыми дәлелденген әдісі. Бүгін мен осы ашығуға ғылыми жағына тоқталып өтсем деп отырмын. Ашығу туралы ғылымды 2016 жылы Нобель сыйлығының лауреаты физиология және медицина саласында мәртебелі ғалым Эсинори Асуми ұсынды. Ол өзінің аутофагия ғылымында ашығу арқылы барлық ескі клеткаларды жою туралы айтты. Негізі аутофагия гректің аутос, өзін-өзі, фагос, қоректендіру деген мағынаны білдіреді. Аутофагия клетка ұдайы өз бойындағы қалдықтарды жою мен түрлі вирустар мен бактерияларға қарсы үздіксіз қызметінен ерекшеленеді. Негізі аутофагия процесін алғаш рет зерттеп ашқан кісі бельгиялық Кристиан де Дюф. Ол өзінің ашқан ғылымы үшін 1974 жылы Нобель сыйлығын алған болатын. 1960 жылдары бауырдың клеткасын зерттей отырып, организмде қайта өңдейтін клеткалар болатынын анықтады. Сонымен аутофагия процесі физиологиялық тәннің бүкіл процесін қамтиды. Көптеген эмбрионның дұрыс қалыптасуына, белоктардың қайта түзілуіне, клеткалардың дифференциалдануына жауап береді. Негізі клетка дегеніміз бұл жартылай өткізгіштік мембранамен шектелген және өз ортасында көбеюге қабілетті биологиялық белсенді негізгі бірлік болып табылады. Клеткалардың құрылысы нуклеин қышқылдары мен белоктардың синтезін реттейді. Клетка көп клеткалы органоид функционалды қарапайым бірлігі болып табылады. Клетка ұғымы адамды күнделікті өмірде дұрыс қалыпты өмір сүру үшін көптеген клеткалар үздіксіз қызмет етіп жатыр. Біз мына жерде клетка құрылымының көріп отырмыз. Бүгін біз осы клеткалардың ішінде адамға энергия беретін клетканың доминант бөлігі митохондрия және лизосома клеткасына тоқталамыз. Осы клеткалар, митохондрия және лизосомалар адамның организмдегі ескі қалдықтарды жойып, клеткалардың дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз етіп отыратын клеткалық органоид болып табылады. Әсіресе митохондрия клеткасы. Митохондрияның дұрыс қызметі нәтижесінде адам денесіндегі энергия қалыбы реттеліп отырады. Суреттен көріп отырсыздар клеткалардың ішіндегі бөлімдері. Гарвард доценті Дэвид Синклер зерттеу бойынша митохондрия адамның екі белогын активтендіреді: қышқылға айналу және натка ферменті энергияны қалыпқа келтіруге жауап береді. Ашығу кезінде осы процестер өздігінен ретке келіп, қалыпқа түсіп отырады. Митохондрия тамақтан шектелу, яғни ашығу, клеткамызда қосымша энергетикалық ресурстарды іздейді, іске қосады, яғни сырттан алмайды, ішімізден алуды жолдарын қарастырады. Сол кезде организмдегі қалдықтар өздігінен қозғалысқа түсіп, сыртқа шығуға мәжбүр болады. Яғни адамның денесі артерия қабаты түрлі макрографтардың жиналып қалуынан тұрады. Яғни біздегі аурулар осы макрографтардың қалдықтар өңдеу жүйесінің бұзылуынан туындаған. Түрлі аурудан жазылу клеткамыздағы, яғни ескі биомолекулалар қатардан шығып, жаңасы ауысып отырған кезде ғана іске асады. Осыларға митохондрия клеткасы, лизосомалар жауап береді. Эсинори Асуми еңбегі бойынша адамның бойында аутофагия процесі болмаған болса, адам организмі түрлі рак ауруларына, Паркинсон, қант диабетіне шалдығуы жиірек болатын еді.
Яғни ашығу кезінде қандай процесстер орын алады? Алдымен майлар ыдырай бастайды. Одан кейін бұлшық еттегі метаболикалық процесстер жүреді. Бұл процесс организмге өте қажетті жағдай. Осы кезде заңды сұрақ туындайды. Адамға тағам түріндегі белоктар қажет пе? Егер адамдар тағамнан келетін белоктарды пайдаланбай жүрсе, не болады? Адам организмі белоктар бар сияқты болып, сондай тағамдарды жеп жүргендей әсерде болады. Яғни организм өз бойындағы ескі тұрып қалған белоктарды пайдаланады. Сіздер белоктарды пайдаланбай жүрген кездің өзінде организм ішіңізден белоктар бөле бастайды. Әр күн сайын біздің организмге негізі 200-285 грамм белоктар түсіп отыру қажет. Бірақ орта есеппен тек қана 70 грамм белок қана пайдаланады екен. Бұл белоктар жаңа клеткалар түзеді. Ескі қоқыстарды жоя отырып, біздің организм өзіне қажетті белоктарды іштей түзіп отырады. Ол күнделікті процесс болып табылады. Енді жаңа белоктар сонда бізге қай уақытта керек? Адам өзінің массасынан 45-50% жоғалта бастаған кезде ғана. Біздің организм геніміз, яғни үйреніп қалған, тек тамақ жеуге. Тамақ жеу, яғни белоктардың орнын толтыру. Бұны тек қана біз ашығу арқылы толтыруымызға да үйретуге, яғни генді үйретуге болады екен. Егер аутофагия процесі дұрыс жүзеге аспайтын болса, адамда диабеттің 2 түрі, Паркинсон ауруы, қарттыққа байланысты аурулар, тіпті рак аурулары туындап жатады. Яғни табиғи өзін-өзі қорыту процесі жүрмесе, зақымдалған клеткалар организмнің ішінде тоқтап тұрып қалады. Бұл кезде рак клеткалар мен түрлі вирустарға қарсы организм қарсы тұра алмай қалады. Нәтижесінде ол күрделі ауруларға апаруы мүмкін. Аутофагия процесі адам организмінің стреске түскен, ашыққан жағдайында активті бола бастайды. Ашыққан кезде клетка қоқыстарды тазартып, активті түрдегі жағдайға кіріседі. Біздің организм осы кезде белок қорын қайта құрады, яғни іштей тазалауға ұмтылады. Адам ашыққан кезде көбірек клеткалар бөлінісі болып, адамға энергия өздігінен туындайды. Енді осы ашуды қалай жүргізу керек және қандай кезеңдермен орын алу керек туралы төменде мен өзімнің каналымда беретін боламын.